Армысыз көрермен, бұл бірге бір бағдарламасы. Бүгінгі студиямыздың қонағы найза чемпионы және 3 дүркін ММА-ден әлем чемпионы Бағдат Жұбаныш. Бағдат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік, рахмет. Айта кетейік, бағдарлама демеушісі Олимпиад. Сіз енді Қазбекпен сонау көп ел айтқан жеңістен кейін, енді алғаш рет сұхбат бергелі отырсыз, біздің студиямызға келіп алғыс білдіреміз. Қазір көңіл-күй қалай және өміріңізде қандай өзгерістер болды? Қазір көңіл-күй жақсы, енді Аллаға шүкір, аман-есен, денсаулығым, отбасым бәрі аман. Қазір таңдақша 2 ай уақыт шамалы демалдым. 2 айда тек бір мезгіл тренировкаде форманы поддержать етіп жүрдім. Қазір толыққанды тренировочный процесске кірдім. Алда бір шамалы жекпе-жектер болуы мүмкін, соған дайындалып отырмын. Сол. Жалпы өзіңіз Астанада бокстан жаттығып жүрген секілді сіз байқап қалдық. Енді ол қандай жаңалықтар? Жаңа өзіңіз айтпай жатырсыз ғой, дегенмен де боксқа ауысайын деп жатырсыз ба? Жоқ, боксқа ауысайын деп жатқан жоқпын. Біз осы залда 2020 жылы болғанбыз. 3-ші әлем чемпионатының алдында мен Нұрбек Дәурен үшеуміз. Қазір таңда залда шамалы балдар жан жаққа кетіп қалды. Біреу Америкада, Дастан мен Әлбей. Нұрбек кеше бой өткізіп келді. Жако ағамыз Америкадан енді келді. Балдар енді анда-мында біреу жарыста, біреу сборда болғасын, залда адам жоқ. Сосын бір уақытымды терять етпей, залда ешкім болғандықтан, парға тұрған адам болмақтан 2 апталық сборға осыны шешім қабылдадым. Ағаймен ақылдастым, бірінші рұқсат сұрап, қалай болады, барғаным дұрыс па, потом бауырларыммен, ағалармен, Жако ағам осы залда осы 2 рет боксқа қатысты, сол залға барып келді. Тоже сұрадым, ақылын сұрадым, баған керек па, керек емес па деген сияқты. Барып қайтты, шамалы басқа тренировканы көріп қайтты, осыны таңдадым. Сол. Қандай жекпе-жекке дайындалып жатырсыз? Найзада шығасыз ба? Қазір таңда енді найза мен Нұрбек Қарабұлағымен келістім, октябрь айына. Промежуточный вес дейді, 55 кг салмақта 3 раундтық жекпе-жекке. Қазір таңда соперник іздеп жатыр. Болмаса, оған соперник болмайтын болса, басқа лигаларға шығып өтуге сол октябрь айына мүмкіндік бар деп ойлаймын. Ал 57 келі салмақта өнер көрсетуге жоспарың жоқ па? 57-ге сұраған болатым, соперник, бір кеше китайцпен бір азербайжанец бар, уже Абылайханды отқан. Сол екеуін сұрап едім, екеуін біреуін, я болса басқа біреу, тек қана қазақ емес дедім, пока что. Қалған балдармен шығуға дайынмын деп едім. Қазақпен шыққыңыз келмейді? Жоқ, шыққым келмейді емес, енді шығам, ондай не жоқ. Просто командаластарым қазір чемпионсыз поясқа таласын, командаластарым шығайын дедім. Мысалы Қазбек бар, Қазбекпен уже төбелестім, басқа балдары бар. Мысалы бір бала бар соперник, оның ағаларын жақсы танимын деген сияқты. Пока андай сол 2 иностранец баланы таңдадым, бірақ та олар айтты, ол екеуі бір-бірімен шығады пока. Сондықтан да пока саған 55 кг салмақ іздейік деді. 53 кг шық деді. Мен айтам, чемпионский бой болмаса, қорғамасам деп не істеймін онда. Бұл промежуточный вес или 57 деп едім. Сол промежуточный веске тағы келістік, бұйырса сол жекпе-жек болады. 53 кг салмақ болмаса, мысалы пояс айтады да, 3 раунд емес, 3 раунд болады дейді. Мен айтам, оған қуып не істеймін, болса денсаулығымды құртып, чемпионский бой болмаса деймін да. Мен себебі мен чемпионды игермін. Егер 53-ке шығатын болсам, чемпиондық поясты қорғайын лучше дедім. Бірақ претенденттер қазір жаңа Астананың баласы мен кеше таджик бала ғой, олар туристкеннен кейін барып шығасын дейді да, солардың бірімен. Онда мен айтым, онда промежуточный веске или 57-ге шығайын дедім. Сол екі ақылдасып, келісіп, 55-ке шығатын болды. Ал одан бөлек басқа бір шетелдік лигалардан ұсыныстар түскен жоқ па? Осы жақында түсті, 10 сентябрьге японец берді, 19-да 1, мейлі 19-да 4 па, сентябрьдің 4-не. Мен ол кезде Астанаға уже билет алып қойдым. Осы 2 апта бар. Мен айттым, формада емеспін дедім, пока что ондай прям шығатындай. Сондықтан да мен айттым, октябрьдің ортасына или сол адаммен шығуға дайынмын дедім. Ол қай лигада? Сол One FC-де, шықпайтын болдыңыз, иә? Шықпайтын болдым. Себебі олардың условиялары шама контракт гонорарлары да аз болды. Сосын олар тоже себебі ана бала уже осы бойға дайындалып кетті, соперник шықпай қалған сияқты болды. Мен формада болған жоқпын. Егер де формада болған кезде шығуға болатын еді. Гонорар аз деп қалдыңыз ғой? Гонорар аз болды. Сонда қанша теңге сіздің көңіліңізден шыққан жоқ? Енді қазіргі таңда енді Аллаға шүкір өруін өсіп келе жатыр. Соңғы бойда гонорар неден айзада UFC-дің деңгейіндегідей гонорар алдым. Қанша енді соны айтып өтсеңіз? Енді андай не ғой ол? Алдында Рүстем Құдайберген келіп айтып кеткен негізі 4 миллион теңге деп. 4 миллионнан жоғары алдым, одан да көп алдым. Сондықтан да Нұрбек Қарабұлағама да рахмет. Осындай менің ұсынысымды андай қалайтындай уступкаға барады, бір-бірімен ақылдасады. Мысалы, менің ойымды тыңдайды да, ол келісеміз да, сол жағынан. Сол қазір таңда енді
осындай деңгейге жетіп қайтадан барып андай бір 1 миллион теңге 2 миллион теңге төлесуге не жоқ та, андай вариант жоқ. Себебі яғни мен оны дайындығым өзіне сондай ақша кетеді. Сосын мысалы түсінікті. неде плюста қалмаймын да, мысалға өзім денсаулығым беріп жатырмын, общем условияда келген жоқ, сосын оның айтын шықпаймын дедім. Яғни NFC лигасында 1-2 миллион теңге ғана ұсыныс Иә. түсті, иә. Мгм. Қазбек Сағынмен жекпе-жек туралы нүкте қойып жіберсек, енді сол кездесуді мен өзім көрдім. Қазбек Сағын кәдімгідей көңіл күй түсіп кетті. Өте ауыр қабылдаған секілді. Сол жекпе-жектен кейін өздеріңіз сөйлестіңіздер ме? Сізге не айтты жалпы? Мен жекпе-жектен кейін мен екінші күні Алматыға кеттім виза істеуге Европаға. Себебі Жакоғама секундант болу үшін баратын болдым. Сол бір ай бұрын консультацияға сол күнге жазылып қойдым. Сол әйтеуір Аллаға шүкір жекпе-жек ешқандай травмасыз өтіп, сол жаққа бардым. Сосын Алматыға келгеннен кейін сосын өзім жазып жібердім. Көңіл күйің қалай, амансың ба, денсаулығың қалай деген сияқты. Егер де андай өзіңді желаниең болса, андай настроениең болса, менімен кездесейік, әңгіме айтайық, мен Алматыдамын дедім. Егер де андай көңіл күйің жоқ, андай не болмаса, ешқандай реніш жоқ деді. Менің мақсатым өзімше алдынан өту, спорт қой деп сияқты көңілін білдіру. Ол келісті. Сол екінші күні кездестік. Қазбек қасына баласын ертіп келді, сол баласымен көрістім, әңгіме айттық. Сонда жекпе-жекте қандай қиындықтар болғанын айтты, қай жерде қателік жасағандарын айтты. Сөйлестік, әңгіме айттық. Сосын келесі мен айттым, уже келесі бірімізде шығудың несі жоқ деп ойладым, андай уже маңызы жоқ, шықпай ақ қояйық деген сияқты. Мен шыққым келмейді дедім Ол онымен. кісі не Ол да айтты, онда мен де шыққым келмейді, уже болды дейді да. 57-ге ауысам, 53-ге түспеймін дейді да. 55-53-ге қиын весогонка дейді. Сол менімен де осы жекпе-жекке шығуға бас тартты. Сол пока енді осылай. Мен айттым, біздің залға кел, дайындал. Мен білетінімді айтайын, сен маған білетінімді айт деген сияқты. Опыт алмасайық, басқа үйретейін дедіңіз ба? Иә. Жоқ, ол мені үйретеді, мен оны білмейтін, мен үйретейін деген сияқты. Мысалы бізде залда ағайларымыз бар, тренерлеріміз бар. Где-то что-то айтады ғой бір-біріне. Мысалы олардың білетіндерін біз білмейміз деген сияқты. Опыт алмасайық деді. Сосын ол айтты, 1-2 жекпе-жек өткізіп, ол басқа лигаларда өнерге өткісі келеді. Себебі қазақтармен қайта-қайта шыққысы келмейді тоже ол да. Енді білесіз ғой, біздің қазақтар жерге көміп тастайды, бір не болса, моменттер болса, жаман комментарийлермен, сол жеріне қиын оған да тоже. Ол кісі жеңісіңізді толық мойындады, иә? Әрине, мойындады, осылай айтты, құтты болсын деген сияқты. Енді уже көрініп тұр ғой, айқын отқанымда. Оның алдындағы кездесуде сіз мойындамаған едіңіз. Енді мен жеңдім деп келдіңіз ғой, бір жыл бойы. Сол кезде сіз жеңілістің ащы дәмін таттыңыз. Сізде қалай болып еді ол кезде? Менде басында андай жекпе-жекте моменте қиындықтар болды. Осы барлығы жекпе-жектен емес, біраз уақыт өткеннен кейін айттым. Ауырып қалып шықтым, бойға салмақ қоса алмадым. Бір моменттер болды. Содан кейін андай бәрі айтатын болды, сен ұтылған жоқсың деді. Басында андай сезім болды. Мен ұтылғанымды сезген жоқпын. Мен өзім де қарадым, бойды қарап шықтым. Каждый раунд сайын өзімнің ұтылып келатқанымды білдім. Ұтылған жоқпын, сразу айттым, ұтылған жоқпын деп. Сосын 2-3 күн уже 4-5 рет қарадым ол бойды өзімде. Еще ұтылғаным жоқпын деп точно білдім. И каждый раз қалада жүрген кезде, басқа жақта жүрген кезде андай шумный бой болды ғой, бәрі айтады, типа, сен ұтылған жоқсың. Басында жігерлендірді, одан сайын уже андай не дейді? Уже не болады, тыңдағың келмейді ондай сөздер уже андай, как будто уже нервіға тиіп басады да, андай сөздер уже. Точно ұтылып жатқан жоқпын, уже постоянно қызық болып кетті. Біреу келеді, сен ұтылған жоқсың. Бір сұрақты уже бір күнде примерно 100 адам қояды, мысалы, күнінде. И андай желанием қашып кетті примерно. Мысалы, қайта-қайта сол сөзді ести беруге, өзім іштей жыным келді. Сол момент ұмытылды. Екінші жекпе-жек болатын кезде көбіреулер айтты, мына жекпе-жек уже қызық емес, сендерге типа сол кезде сол жыл жасап тастау керек деген сияқты айтты да, уже несі басылып қалыпты, андай қызуы дейді. Но жекпе-жектен кейін уже ондай қызуы басылмаған білініп тұр, жақсы өтті деп ойлаймын. Енді әр нәрсенің қайыры бар дейді ғой. Сол кездегі жеңіліс сізге не берді? Негізі дұрыс болған секілді деп ойлайсыз ба? Сол кезде жеңіліс, мысалы, әділетті түрде болмаса да. Бір жағынан маған плюсқа кетті, андай медийность жағынан. Енді черный хайптың бәрін Қазбек алып кетті ғой, мысалы, көп енді реклама істеген ол мысалы 100% 60-70% сол істеген шығар рекламаға, мысалы, көп сөйледі, үйтті бүйтті, концок ұтылып қалды, и мынандай не алып кетті, черный хайп алып кетті да, андай қаншама білесің, комментарий жаман сөздер жазады. Оған да өзінің несін беру керек, андай еңбегін беру керек. Қазбекке осылай жасаған үшін, біздің бойды раскрутка жасаған үшін өзінің сол еңбегі зор осы жағынан. Енді бұл жекпе-жек, мысалы, карьерамда 0-ді алып кетті, бірақ келесіде жекпе-жекке шыққан кезде, типа, мен андай ойламаймын,
менде нолик бар, нолигімді құртып аламын деген сияқты. Бірақ мына бір алған поражением как будто мен ұтылған жоқ сияқты. Мысалға енді қағаз жүзінде ұтылдым, бірақ мен өмірде ұтылған жоқсыз, әлгі деймін өзім мойындамаймын ұтылғанымды. жалпы сізде мынау ММА-ға алғаш келген кезде бірінші кездесуде ұтылып қалған екенсіз. Есіңізде бар ма? ММА-да бірінші кездесу ұтылып қалдым. Одан кейін бір жыл ауылға кетіп қалып, дайындалып, одан кейін барып жеңіске жеткен екенсіз. Жалпы өзіңізде бұл қалай, жеңіске жету үшін міндетті түрде жеңілу керек па? Жоқ, әркімде әртүрлі. Не обязательно ұтылу. Главное өзіңнің мотивацияны жоғалтпау. Андай болады кейбір біздер кейбір адам енді бәрі емес, енді адамдар болады ғой, мысалы кейбіреулер жаңағы нені көтере алмай қалады, андай чемпиондықты көтере алмай қалады. Чемпион болу оңай, чемпиондықты ұстап тұру қиын дейді ғой. Мысалы кейбіреулердің мотивация жоғалтып алады. Біреулер мысалы ақша көп тапқан кезде жаңағыдай мотивациясын жоғалтып алады. Менде ондай болған жоқ. Менде андай енді қатысып жатқан уақытым жекпе-жектен Кубок Қазақстан болған, сол кезде ұтылып қалдым. Ұтылғанда еще берілген жоқпын, андай удушениеге түсіп қалдым, көзім қызарып, ұйықтап бара жатқан жерімде судья тоқтатып тастаған. Жаймен ұтып бастадым. Сосын ММА-ға шықтым. ММА-да чемпионат Қазақстанда Талғат Жұмағалиевке ұтылып қалған болатын решениемен. Келесі жылы тағы Атыраудың баласына ұтылып қалған болатын раздельныймен. Ол кезде 57-ге шықтым. Ол кезде салмағым 51 болып жүрді. А жекпе-жекке мен 50-ге шығып жүрдім. Жекпе-жекке шығам 50 килограмм салмақта, ол кезде чемпион болдым. 50-де чемпион Қазақстан болдым, молодежь, потом по мужикам. Екінші жылы әлем чемпионы болдым. А ММА-ға екеуімен қатар шығып жүрген кезде ол ММА-ға 57-ге шығып жүрдім. Физикам жетпеді ме шамалы, ол кезде ұтылып қалып жүрдім. Түсінікті. Бағдат мырза, дәл қазір бізде эфирде жарнама. Құрметті көрермен, бірер минуттан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бағдат мырза, сонымен енді бір жыл үзілістен кейін, жеңілістен кейін ауылға барып жаттығып, бүгінде нәтижесін көріп отырмыз. Сол кездерді еске алсақ, сіз ұтылып қалған кезде, алғаш рет ММА-мен айналысып жүрген кезде қатарластарыңыз күлген екен. Иә, сондай бір дерек бар. Одан бөлек, жалпы бала кезде сіз төбелескіш болған екенсіз. Сол қатарластарыңызды сабап алғаныңыз рас па? Бала кезде ондай қатты төбелескен жоқпын. Ондай прям бала кезде тек футбол ойнағанды жақсы көрдім. Таңертең каникул кезінде достарыңыз айтты ғой енді. Каникул кезінде футбол ойнаймын, мысалы таңертең, әбетте, кешке, андай үйдің шаруасын көп істемейтін мына. Балалық болғасын ба, қашып жүріп, чисто футбол ойнайтын болдым. Ал мектеп кезінде класстастарыммен шамалы төбелесіп болатын болған бір андай комиссияға кеткен кезде бір қырылып қалған моменттер болды балалармен. Кішкене мектеп кезінде комиссия кезінде өзіме ұзын класстастарым бар, солар көтеріп ана партаға қадап тастаған уақыттарым бар. Мен көтеріп келген кезде партаның үстіне құлатқан болдым, ол кезде парта сынып қалған, сол кезде комиссия келіп қалған уақыттар болды. Сондай моменттер болды. Жаңа Инстаграмға да салған болатын, жаңа өзім класстасыммен күрескен видеом, егер де көрсеңіз. Сондай моменттер болды. Көбінесе ойнап күресті кей кезде, бірақ андай бір прямо қатты төбелесіп көше қуған уақытым болған жоқ ондай. Қатты ашуланбаймын негізі, бірақ бір білмеймін, айтады ғой, қатты ашуланбайтын адамдар бір қатты ашуланса тоқтата алмайды деген сияқты. Бұл әліге дейін ондай қатты моменттер болған жоқ. Ашуланамын, бірақ шамалы тез жіберіп қояды. Тез басыласыз. Иә, тез басыламын. Футболшы болу бала кезден арманыңыз, яғни ол орындалмай кетті ғой. Өзіңіз Криштиану Роналдуға қатты еліктепсіз, кумиріңіз болған екен. Егер кездесіп жатсаңыз, енді алдағы уақытта бәрі мүмкін ғой. Не айтар едіңіз? Енді оны ойлап көрген жоқпын. Енді кезінде мектеп кезінде бір бауырымыз екеуміз мысалы Роналдудың нелерін ойындарын қарайтын болғанбыз. Телефонмен сөйлесіп, мысалы ауылда ол кезде телефон домашний телефон ғой. Домашний телефон тек как будто комментатор болып сөйлескен болатынбыз, армандаған болатынбыз. Енді Роналдумен кездесіп жатсам, білмеймін не айтарымды әйтеуір. Естелікке бір футболкасын алып, қолтаңбасын алсам ба деген үміттен бар. Мүмкіндік болса, өзімде сол моменте бір деме беретін момент болса, Қазақстаннан келген, может шоколад, басқа бір деме, сол типандай дейді ғой. Оның футболкасына ответке кетті, ондай бір қазақтың қонақжылығын көрсетсем ба деген ойым бар. Ал енді сіздерді не байланыстырады деп ойлайсыз Роналдумен? Спорт? Спорт байланыстырады. Иә, спорт. Мен Роналдуға қызығатыным нем, ол біріншіден футболист емес, ол андай постоянно режим ұстайтын. Біздің тренерлеріміз
кроссфит тренеріміз бар, өзімнің диетологымыз бар, постоянно сол туралы айтып отырады, мысалы соның дисциплинасы туралы. Ол өзі футбол ештеме қарамайды, просто сол туралы естиді. Постоянно режимде ұстайды, жасы 40-қа келсе де, тамақты, питанияны, режимді, ұйқыны бәрін соған қарағанда сол типа ондай режим ұстамасаңдар ешқашан чемпион болмайсыңдар дейді. Белгілі бір деңгейге дейін жетесіңдер қазір өзінің деңгеймен. Егер де ондай режим ұстамасаңдар, одан асып бара алмайсың деген сөздер бар. Постоянно соның несіне, Роналдың нәтижелеріне қарап, шамалы тырысамыз. Рональдо енді 40 жасына келген кезде, міне 9 жылдан кейін өзінің сүйікті адамына ұсыныс жасады ғой. Сіз мысалы 28-ге келіп қалдыңыз. Ол жағынан үлгі алып жатқан жоқсыз ба? Енді осы уақытқа дейін, мысалы 26-25 жасыма дейін үйлену керек деген ондай ой болған жоқ. Енді әр нәрсе өз уақытымен дейді ғой. Әр адам өзі шамайды, бір уақыты келген кезде Аллах тағала ой бере ма, бір не болады мысалы андай. Қазіргі таңда енді осы соңғы жылдары үйлену керек деген ой енді мазалап жүр. Мазалап жүрген жоқ, енді соңға келеді. Бұйырса сол ниетім бар, ниетім түзеу. Бұйырса боқпады деген ойдамын пока что. Бұл сұрақ енді өзіңіздің ағаңыз, жаңағы октагонның чемпионы Жалғаш Жұмағұловтың сұрағы еді. Ол ағаңызға не деп жауап бересіз енді? Ол ағама ештеме айтпаймын. Үйрендім, уже залда да тренировкада жүрген кезде постоянно осы туралы жаңа не дейді, ойнайды, прикол ұстайды уже. Сол бұйырса. Үлкен армандар қорқақ жүректе болмайды депсіз. UFC-ді армандайтыныңыз белгілі. Ал UFC-дан бөлек сіз нені армандайсыз? UFC-дан бөлек қазіргі таңда енді әрине елім, жерім, ең бірінші еліміздің жерін, көк туды желбірету. Қазіргі таңда менің арманым, мақсатым осы спортта жүргеннен кейін мейлінше денсаулығымды зиян келтірмеу. Сол бірінші мақсатым, арманым. Спортты тастаған кезінде де андай денім сау болса деймін. Қазір мысалы мен тауып жатқан табысым, егер де бір Алла сақтасын, андай бір қатты жарақат алып қалсам, жинаған ақшамның өзі жетпей қалады. Мен содан қорқам, ең көбінесе. Сол ең мақсатым, арманым осы, қандай не болса да өзім бір биікке жету емес. Мысалы UFC, әрине UFC Қазақстанда бәрі UFC дейді, бойдан келе, Дана Уайт, дай мене контракт, бірдеме деген айтады. Бірақ олай біздің менталитет ондай келмейді деп ойлаймын. Біздің ағаларымыз да ондай тәрбиеміз де басқа. Әр адам әртүрлі ғой. Әрине UFC-ге барғым келеді, бірақ UFC-дің стратегиясы әртүрлі. Қазақстанда 3 қазақ бар. Енді тағы 4-ші қазақты алу оларға да қиын да, себебі платный трансляциялар, өзінің нелері бар, тактикалары бар. UFC-ге бару бізге қиындау. Яғни әрі сіздің салмағыңызда жоқ қой? Әрі менің салмағымда жоқ. Ояққа өнер көрсету үшін 57-те 1-2 бой беру керек. Кешегіде мысалы короткий уақытта бір 57-ге үлкен жаңа 19-да 1, 20-да 0 соперниктер береді да маған. Подмясо дейді ғой, орысша келген кезде андай мықты соперник астына жібергісі келеді да. Мен олардың ешқайсысынан қорықпаймын. Просто маған уақыт керек дайындалуға. Ал қазіргі таңда менде менеджері жоқ. Мысалы UFC-ге бару үшін, әдемі продвигать ету үшін, соперник таңдап, өткізіп, мысалы 57-ге әлі шыққан жоқпын ғой. Саят Абдрахмановпен сөйлеспедіңіз? Саятпен сөйлестім, но оның өзінің адамдары бар, нелері бар, пока өзінің несі жоқ, уақыты жоқ. Менің салмағым бөлек, шамалы 52-7-де шамалы 1-2 бой өткіз деген сөздері бар. Сол келатырмын. Ең бірінші арманым сол денсаулығымды сақтау, аман есен бітіру, дұрыс адам болып, үлгілі адам болып, келатқан ұрпақтарға бір түзу жақсы спортсмен ретінде қалғым келеді. Отбасына бір көмегім, себебім тиетінде адам болсам деймін. Яғни UFC-ге бару арман емес, адам болып қалу дейсіз ғой? Ол UFC енді спорт жағынан арман ғой, но ең басты арманым сол денсаулығымды аман есен қалып, мысалы көптеген көріп жатыр кеше Японияда мысалы 2 боксер қайтыс болған турнирлерде бір удардан. Соның бәрін естіген кезде андай бұл спортта қорқасың, бір жағынан біздің спорт қиындау ғой. Сол UFC әрине ол UFC арман бәріне. Қазір даже арман болғанда да ол орындалмайтын арман емес деп ойлаймын. Себебі даже менің командаласым өзі, Әлібейдің өзі төйлесіп жатыр. Ол арман емес, мақсат деп ойлаймын. Жоқ, енді сізді көреміз бе алдағы уақытта? Ойда бар ма? Әлде мақсаттар басқа ма? Ойда бар, бұйырса, әрине. Қазір таңда Әлібейге қарап та бізде қызық. Жако ағамыз, Мороз ағамыз бар бастап кеткен жолды, қазір Әлібей жалғастырып жатыр. Оған қарап бізде бұйырса сол мақсатымыз, ол арман емес, ол мақсат бұйырса орындалады деп ойлаймын. Орындалмаса басқа лигаларда чемпион болып топ жаруға атсалысып жұмыс істеймін. Жақсы. Енді сіз еркін күш командасынансыз. Ол жерден талай мықтылар шықты. Жалғаш Жұмағұлов бар. Енді көп қой. Сол Айбек Шоқботов сіздің бапкеріңіз. Ол кісімен алғаш кездескенде осы шал мені дайындай ма деп сұрақ қойған екенсіз. Рас,
жоқ, ағайға емес, ағама сұрақ қойғанмын. Ең бірінші ол кезде колледжден ауылға түсіп келген кезде ағам Морозовқа бергісі келген. Морозов ол кезде тренер болып қатар. Ол кезде ол чемпион Азияға ма бір жаққа кетіп қалған кезде Айбек ағайға бардық. Сосын ағайды көрдім. Енді қыстың күні куртка киіп алған, сақалы бар, несі ойлап жүрмін. 2015 жылы ағам айтқан, деп мына шал мені дайындай ма деген, анау айтқан қуасың ба деп айқайлап тастаған сол жерде. Ол мықты кісі, жаңағы Морозовтардың жалғастырған тренері деп. Жаймен бірте көріп, ағайдың несін көріп, жаңағы дайындап балдарды көрдім, дайындап жатқан. Сол. Ол кісінің тактикасы қалай екен? Кейде ұрып талады, ұрсып талады деп айтқандарыңыз бар. Енді залда жүрген кезде енді әрине қатаң. Біз тыңдауға тыңдаймыз, ақылдасамыз. Ағайдың бір жақсы жері біздің ойымызбен бөліседі, біздің ойымызды тыңдайды. Бізге мысалы біз айтсақ ағай осылай бола ма десе, жоқ, болмайды, қарсыласпайды бізге, бізді тыңдайды, ақылын айтады. Ал 2020 жылы боксқа сборға келген кезде ағай тоже бізбен бірге келген. Осы квартирада тұрған болатынбыз біз. Дәурен, мен, Нұрбек бәріміз. Ол кезде ағай бізбен тұрған кезде ағайдың уже әңгімесі басқаша, уже кәдімгідей басқаша әңгіме айтамыз. Ал залға келген кезде залда басқа. Залда уже жұмыс қой, уже қатаң болмасам балдар еркелейді, тыңдамайды. Сондай нелер бар. Өмірде жанашыр жан, иә? Өмірде жанашыр жан, иә. Жақсы. Бағдат мырза, бізде эфирде кезекті жарнама. Құрметті көрермен, жарнамадан кейін қайта жалғастырамыз. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бағдат мырза, мынандай сұрақ енді өзіңізге. Жалпы Нұрбек Абдрахманов бір сұхбатта Жалғас Жұмағұлов бар, одан кейін тағы да бір қазіргі мықтылар бар ғой. Солар сіздерді кезінде қинаған екен, еркін күште. Соққы жасап, тіпті үстіне секірген екен. Сол рас па? Қиындықтардан өттіңіздер ме? Ондай прям қиындық болған жоқ. Ондай тренировка моментінде ойнап, бірімізді ойнап, күресіп, мысалға Жалғас, Мороз, Дәурен, Гойти, төртеу болды бізде. Мен, Әліби бар, Нұрбек бар, дастан бір ойнайтынбыз, қалжыңдасатын болатынбыз. Сол кезде олар бізді қашама қатты тұратын болған, сондай моменттер болған. Прям бір талдырып, травма береді. Ой, кезінде біз үстіне секіргенбіз деп айтты бізге. Иә. Үстімізге секіріп, істеген, бірақ ондай бәрі андай өзінің мерасы болады, бір травма беретіндей емес, я болмаса бір құлап тастайтындай емес. Ойнап бәрі қалжыңмен, өзінің орнымен сондай болды. Кейбірде енді басқаша моменттерде, тренировка моменттерде, тренировка кешігетін кезде, сол кезде шамалы не істейді, андай өзінің айқайлайды, нелері бар, ұратын моменттері бар. Ол по-любому ағалық нелері ғой. Жаман болмасын дейді, жақсы болсын дейді ғой. Әліби Ыдырыспен жекпе-жекке шығып, ол кісіге мен жеңілемін деп уәде беріп алып, кейін жеңіп кеткен екенсіз. Жоқ, 2021 жылы Панкратионда выход полуфинал кезде Панкратионның ережелері бар ғой, оны аяқпен басқа тебуге болмайды, тепкен кезде андай тесті бал. Сол моментте Оралдың баласынан нокаут алып құлап қалған болатынмын. Сосын сол балаға дисквалификация берген. Мен сосын жаңағы полуфиналға төлескен, полуфиналда Қызылорданың баласын ұтып, финалда Әлібимен келіскен, мысалы Әліби саған берем деп. Мен ұтқан өзінде де, мысалы Әлібимен төлескен өзінде де, мен уже ММА-дан әлем чемпионатына баратын болдым да. Екеуінің уақыты бірдей болды. Маған уже не істеймін, лучше Әлібиге бере салу керек болды да уже. Ал ол моментте мен есімді білген жоқпын. Нокауттың әсеріне андай болды да, автопилотта жүрдім. Не істеп қойғанымда, не сөйлегенім ондай момент есімде жоқ. Қалай жеңгеніңіз есіңізде жоқ, иә? Иә, бірақ Әлібиге осылай жаймен төлесеміз, соңында ричак, мен аяғына кіремін, ричак тартады деген сияқты не болды. Мысалы, командаласымыз ғой, сол кезде басында кәдімгі төлесіп өткен екен моментте. Соның жағында шама есім жиып, сол сосын Әлібиге бердім жеңісті. Әліби Ыдырыс не деді соңында? Әліби Ыдырыс білмеймін, ол момент есімде жоқ, но андай басында түсінбей қалған шығар. Иә, түсінбей қалдым, сол бой болмай тұрып қайта сұрай беретін болған, мен істеймін деп. Енді нокауттың әсері енді сондай. Жақсы, жалпы отбасылық өміріңіз туралы айтсақ, сіздің анаңыз, яғни отбасында төртеусіздер ғой, анаңыз сол барлығыңызды бір өзі жеткізген екен. Сол уақыттарда мысалы қандай қиындықтар болды, неден өтті?
енді бір өзі дегенде енді 2014 жылы әкеміз дүниеден өтті. Ол шамалы ауырды, төсек тартып жатты. Сол моментте көбінесе көңілдің бәрі әкемізге кетті. Ағаларымыз бәрі қалада, апам тұрмысқа шықты. Енді өзіміздің отбасымыз бар, Аллаға шүкір, әулетіміз осы отбасымызда папаның аға бауырлары андай шүкір бір қатты қиындықта өмір сүрген жоқпыз. Папамның денсаулығы шамалы нашар болғандықтан мамамның көңілі сода болды. Ауылдық жерде өстік. Сол моменттер болды. Аллаға шүкір, қиындық ондай прям көрген жоқпыз. Ағам қаладан жүріп, постоянно бізге көмектесіп жүрді. Солардың арқасында бір қиындықты көрген жоқпын деп ойлаймын. Прям жейтін тамағымыз болды, киетін киіміміз болды. Сол кезде қиындық болмағандықтан бар ойым спорт қуалау болды. Футбол қуалап жүрдім таңнан кешке дейін. Сенде 11 класс оқысам да бір моменттер болды. Шүкір, бірақ сол тек қана қиыншылық болғаны, папамыздың денсаулығы соның несінен кесірінен дүниеден өтті. Қазақстанда мамамыз жанында, мамамыз барынша көңіл бөлуге тырысамыз. Енді отбасы болған моменттер болады. Кей кезде весауын кірген кезде шамалы есеп қоясың, қойшы деп айтып қоясың, потом өкінесің, сондай моменттер бар. Но шүкір. Әкеңіздің орны қай кездерде білінеді? Мысалы, қазір енді есейгеннен кейін қатты прям білмеймін. Постоянно анда-мында сыртта жүргеннен кейін мен мысалы қазіргі таңда қатты үйді сағынбайды екенмін. Может, үйленбегендіктен ба, бала шаға болмағасын қатты сезінбеймін. Қазіргі таңда әкеміздің орным, сол ағаларым бар, 2 ағам бар. Қазіргі таңда сол бірге тұрып жатқан ағам бар. Сол қатты білдіртпеуге тырысады. Бүкіл заттың бәрін, бүкіл нелердің бәрін сол кісімен ақылдасам, соңғы шешімді сонымен қабылдаймын. Сол әкенің орнына әке болып жүр, қазір аға болып жүр. Сол Аллаға шүкір, көз тимесін деймін. Одан кейін енді қандай өкінішіңіз бар? Кейде айтуға болмайтын дүниелерді айтып қойып, кейін қабілеттеген-ай деп тіліңізді тістеп қалған екенсіз. Одан бөлек қандай да бір өкініш бар ма? Өкініш, сол көбінесе өкінетін моменттерім мысалы кейбір орталарда лишний сөз сөйлеп қоятын ба, после бойдан кейін 1-2 сөздер айтып қойған моменттерім бар. Не айтып едіңіз? Білмеймін, қазіргі таңда ол айтуға қайтадан айтып, біреулер қарап, еске алмай қойған дұрыс деп ойлаймын. Кейбір моменттер бар, мысалы бір дастархан үстінде отқан кезде, мысалы ойын қалжыңдап отқан кезде ағаларыма, бауырларыма қарсы біреудің көзінше прикол ұстап айтып қойған моменттер бар. Сол моменттерге өкінемін мысалға. Енді өмірде талай заттар бар ғой. Қандай әзілдер еді? Енді мысалы үлкен кісілердің қасында айтуға болмайтын әзілдер болады. Мысалы өз арада айтылатын әзілдер бар. Сондай моменттер айтып қойған моменттер бар. Енді соларды өкінемін негізі. Әрдайым тырысамын көп сөйлемеге, істеуге, кей кезде эмоциямен беріліп айтып қоямын. Мысалы прикол ұстап әңгіме айтқан кезде ол 2 ортада ағалар мен бауырлардың арасында сондай моменттер айтылмайтын жерде, айтпайтын жерде сөздер айтып қоямын. Сол ең басты қателігім. Соны қазіргі таңда үйреніп жатырмын, тырысып жатырмын. Енді әрбір қателік бір ғой. Жаңа үйренесің ғой ошибкамен. Жақсы. Ал енді ең қатты қуанған сәтіңізді еске алып айтып беріңізші. Ең қатты қуанған сәтім осы соңғы Қазбекте отқан нем деп ойлаймын. Себебі бұл жекпе-жекке ұзақ дайындалдым. 3 айдай дайындалдым. Бастапқы уақытта залда Жако ағамен дайындалдым, потом ағаймен дайындалдым. Сол дайындық кезінде көптеген жарақаттар болды, моменттер болды. Соның бәрін жеңіп шықтым. Ең бір қиындық ең бір слабый жерім сол тамақтан бас тарту. Шамалы тамақтан диета ұстау қиындау. Себебі калория өте аз жеймін, сонда стресстер болады, сол моменттер жеңіп шықтық. И 5 раунд болған кезде 3-ші раундта біткеннен кейін ең қуанғаным дәл 4-ші, 5-ші раунд төлеспейтініне қуандым да. Енді каждый раунд төлескен сайын қиын. Сол моменттер 4-ші, 5-ші раунд төлеспейтініне қатты қуандым. И осы қаншама дайындықтың еңбегі ақталғанына қуандым. Көрдіңіздер ғой, жүгіріп даже клеткадан секіріп кеткенім эмоциямен, өзім білмей қалдым қалай секіргенімді. Ол кезде білмейсің не істегеніңізді, иә? Эмоциямен. Команда, ең бірінші команда деп ойлаймын. Командаң жақсы болса, әрдайым мысалы спарринг өтеді, тренировка болып жатады, тренировка моменттерде мысалы қолымды қайырып аламын, болмаса басымда травмалық болған моменттер болды, мысалы жарақаттар, сечкілер болды, нелері болды. Сол моменттерімде тренировкам шықпай қалады. Бір күні спарринг болады, мысалы 5 раунд спаррингте мысалға 4 раунд істеймін, 5-ші раундқа күшім жетпей қалған моменттер болды. Спаррингте мысалға ағайдың көңілінен шықпай қалады, мысалы жоқ сен былай істен, алай істен, қате үйге барасың, настроение жоқ, ұйқы жоқ. Сондай моменттерде ойлайсың да, уже күмән келеді да ойына жаңағы.
типа мынада мысалы қазір мына жақта төлей салмай жатырмын, анда бойда қалай болады деген сияқты, мысалға бойда біреулермен құлатып жүруі мүмкін ғой деген сияқты ше, сондай моменттер болды. Мысалға қаншама треш-токтар жасады қазбектер, мысалы айтады ғой, вот осындай өдім, типа мынандай орында құлап тастаймын, ана құлап тастаймын деген. Бірақ оның бәрін еш қатты көңіліме алған жоқпын. Мен оның бәрі типа мынандай болады, провокация болады, мысалы сенің басыңа кіріп кету моменттер болды. Ең бастысы командам, әрқашан командам қасымда болды, бауырларым жаттығу кезінде де поддержка беріп отты. Мысалы даже мысалы тренировкадан кейін, кешкі тренировкадан кейін прогулкаға шыққан кезде қасымда болды, мысалы Нұрбек, командаларым, достарым бар, Саят деген бауырларым бар, басқа да әрқашан мысалы кофе ішкен кезде де қасымда әртүрлі, әр күні бауырларым әр кездесуге қасымда жүруге тырысады. Достарым бар, өзім бөлек, мысалы ауылдан шыққан, ауылдан келатқан, әрдайым түнде мысалы дайындалып жүрген кезде қасыма келеді, айтады, что там бой тренировка қалай болады, не болады деген сияқты. Сол моменттерде уже ұмытып кетесің. Тренировка жүрген кезде уже чисто бойды ойлап кетсең, уже не істеп кетесің, түңіліп кетесің, бой тренировка желаниең болмайды. Жаңағыдай моменттерде командаң, достарың, қасында аға, бауырларың болса, уже жеңілірек. Бүгінде сырыңызды кіммен бөлісесіз? Қазір таңда ондай бір қатты ондай бір ашуларыңызды, ашуларымды ондай қатты, шүкір, ондай қатты прям ашу не жоқ, но ішкі ойларымды енді жаңа бірдеме істегім келсе, бірдеме алғым келсе деген сияқты ағаммен ақылдасам. Спортқа қатысы бар заттарды тренировкаде залдағы бауырлармен ақылдасам. Түсінікті. Өзіңіз әлеуметтік желілерде көп отырады екенсіз, тікелей эфирге шығып тұрасыз. Бұл енді қалай? Сізден қоғам солай талап ете ме, әлде қызығушылығыңыз ба? Тікелей эфирге шығып не айтасыз? Бұрын Инстаграм желісінде жиі шығатын болғанмын, прям эфирге. Қазіргі таңда көп шықпаймын, арасында шығам, бірақ просто андай қазіргі таңда спортта жүргесін жеңіс, тек қана жеңіс емес, өзінің мәдени жағын дамыту керек. Сондықтан да типа видеолар салыңдар, өздерін продвигать етіңдер деген бар ғой. Мысалы өзіңді жаңағы знаменитый болмасаң, UFC-де солай ғой. UFC трансляция сатып алсаң, ешкімге қызық емес болсаң, сен ақшаң да аз болады. Сондықтан да өзім шамалы продвигать етуге, Инстаграм жүргізуге тырысам. Но қазір таңда қолымнан келіп жатқан жоқ. Бір моменттерде кей кезде кейбір видеолар жарып кетеді, кей кезде мысалы бойдан кейін шамалы публикациялар, просмотрлар көп болады, бойдан кейін шамалы тынышталып қалады. Сондықтан да сол қазір таңда тырысып жатырмын жүргізуге Инстаграмды, нелерді. Досыңыз Нұрбек Абдрахманов ММА мен үшін отбасымды, қызымды асырау деген еді. Ал сіз үшін ММА деген не ол, табыс көзі ме, әлде өмірлік бір ұстанымыңыз ба? Енді әркімде бір не ғой, принцип. Қазір таңда мен ең бірінші мақсатым қандай жекпе-жек болмасын, жеңіліске ұшырамау, Алла қаласа постоянно жеңіске жету, сол үшін еңбек ету. И бір жағынан елімізді көк туды айтып отырмын ғой, любой жерде қандай не болмаса да бірінші орында тұрады. Екінші мақсатым сол Нұрбекпен келсе менде. Сол үшін төлесіп жатыр, сол үшін спортта жүріп, қазір таңда мысалы спорттан кеткеннен кейін ешкім сені есіне алмайды. Уже тек қана жақындарым, достарың ғана біледі. Спортта істегеннен кейін емін-еркін, ешкімнен күн істемей, қол жаймайтындай өмір сүру үшін мүмкіндігінше мол табыс табу. Еңбек етіп жатырсыз. Ал жалпы Бағдат мырза, оңаша қалған кезде қандай қоғамдық мәселелер сізді толғандырады? Сол туралы айтсаңыз. Оңаша қалған кезде мен қалай айтсам болады, ең бастысы қалада жүрген кезде көбінесе мысалға жаяу жүрген моменттерде қаланың тазалығына мән бергім келеді. Қазір таңда біз Ақтөбе қаламыз биылғы жылы тазарып келе жатыр. Облыс әкімі, қала әкімі жақсы жұмыс жасап отыр. Сол моменттерде біршама тазарып қалды, біршама аллейкалары, парктер салынып қалды, бір жақсы жері. Көбінесе басқа, мысалы кеше Германияға барып келдім, мен Германия еліне барып келдім. Ол жақта тәртіп жақсы, 7-8-ден кейін адамдар жатып демалып қалады, таңертең 6-да тұрады, жолдары таза, ол жағында не жоқ. Жаңбыр жауса кетіп қалады, мысалы Бахрейнде, Таиландта, мысалы Майамидің өзінде де күніне жаңбыр 3-4 рет жауады, жауған кезде мықты жауады. Бір жарты сағаттан кейін шығасың, далада не жоқ, қандай шалшық су жоқ, балшық жоқ. Біздің елімізде, біздің қаламызда сондай болса екен деймін, сондай ойлаймын. Жаңбыр жауса көл болып кетеді дейсіз. Бізде көбінесе енді елімізде сондай көл болып кетеді, не болып кетеді. Ал Майамиде, нелерде ол жағдайда күтті жаңбыр жауды, все уже ағып кетеді, жоқ.
өзіңізде мүмкіндік болып жатса, қаражат жағынан жалпы қандай бір жобаны ұйымдастыратын едіңіз Қазақстанда? Менің туған ауылым қаладан 50 километр шақырым жерде. Сондықтан да қалаға жарыстарға барып келуге, не істеуге оңай. Сол бір ауылда бір жақсы зал болса деп ойлаймын. Ондай барлық дамыған, ондай уже андай не істемейтінше, қайтсам болады. Барлық қамтылған, футболы да, күресі де, зал ашыңыз иә, болады. Кеше де кімнің Хамзат Чемаевтың интервьюін көрдім, кеше UFC-де, обратный отчет дейді ғой, сол кезде Хамзат Чемаев өзінің ауылында ма, Чечняда бір үлкен зал салып жатыр екен. Маған да бір сондай ой келді, неге бізге де мүмкіндік болса, сондай зал салмасқа. Енді сондай болып жатса, бір чемпион болып жатсам, UFC чемпион болып жатсақ, ең бірінші өзіміздің командамыз еркін күшке салғым келеді. Біздің әлгі дейін кішкентай залда тренировка істеп жатырық. Сол. Түсінікті. Енді соңғы сұрақ болсын. Жалпы Қазақстандағы ММА-дің болашағын қалай елестетесіз? Бұл енді олимпиадалық спорт емес. Жалпы қандай мүмкіндіктерді күтесіз? Қазіргі таңда біздің елімізде ММА жақсы дамып жатыр. Көптеген чемпиондар бар. UFC-ның өзіне біршама боецтер биыл подписать етті. Бәрін жақсы танимын, көбісімен жақсы араласам. Қазір ММА, любительский ММА азиатский игерге кірді биыл. Келесі жыл болады дейді Японияда. Өкінішке орай мен салмағым жоқ, 60 килограмм салмақтан басталады екен. Мүмкіндік болатса, отбор болатса, соған шығып көремін, бірақ 60 килограмм маған ауырлау болады. 57 емес, ол 60. Енді соның өзінде көрініп тұр ММА дамып жатқаны. Қазіргі таңда енді әр адам, әр спортсмен өзі қатты еңбек етіп дайындалса деймін. Ешкімнен біреуден көмек күтпей, мүмкіндік болса, қазіргі таңда ел ағалары бар, қаншама командалар құрылып жатыр. Спортсменде жағдайлар жақсы жасалып жатыр. Енді сол тек қана енді спортшыға байланысты. Енді еңбек ету, чемпион болу. Бізде Қазақстанда мүмкіндік көп. Біз енді батырлардың ұрпағымыз ғой. Сондықтан да бізде әлі талай чемпиондар шығады деп ойлаймын. Сізге осындай шынайы қызықты сұхбат үшін алғыс білдіреміз. Рахмет. Арман мақсаттарыңызға жете беріңіз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Айта кетейік, бағдарлама демеушісі Олимпет.